Сәлем достар, бүгін мен сіздерге салат жапырақтарын ұзақ уақыт сақтау жолдарын көрсететін боламын. Менде шпинат және салат жапырағы алдын ала жуып алып, артық жерлерін кесіп тастаймыз. Салат жапырағын да дәл солай қайталаймыз. Енді суық суымызға бір ас қасық тұзымызды саламыз және кез келген проценттік уксус 2 ас қасық құямыз. Сұйықтығымызды жақсылап араластырамыз. Суыңыз суық болуы керек. Алдын ала дайындаған суымызға салат жапырақтарымызды толық батқанша саламыз. Мінекей салып қойдық. Енді 15-20 минутқа осылай қалдырамыз. Енді салат жапырақтарын судан шығарып алып, жақсылап кептіріп аламыз. Қағаз сүлгімен сүртсеңіздер де болады, бірақ қатты мыжғылаудың қажеті жоқ. Әрмен қарай пергамент қағазына немесе кез келген қағазға орауға болады. Орап, холодильникте сақтайсыз. Дәл солай салат жапырақтарымен де қайталайсыздар. Жақсылап суын кептіріп алып, пергамент қағазына орайсыз. Мінекей менде 2 орам шықты. Міне достар, шпинаттың келесі күндегі көрінісі балғын тура сол күйін сақтаған. Міндетті түрде көріңіздер, пайдаңызға жарасын.